Ассаламу алейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қытай Шинжаң аймағында технология көмегімен түрік тілді мұсылмандарды жаппай аңдып, қауіпті деп танығандарын саяси лагерлерге жіберіп отырған. Шинжаңның Ақсу облысында сондай әдіспен жинақталған 2000 адамның аты-жөні жазылған мәліметті зерттеген халықаралық Human Rights Watch ұйым осылай деп тұжырым жасады. Бұл тізім Қытайдың мұсылмандарды қудалау үшін технологияны кеңінен қолданғанын дәлелдей түседі дейді ұйым өкілдері. Ақсу тізімі Қытайдың Шинжаңдағы түрік тілді мұсылмандарды технология көмегімен қудалау әдісін барынша аша түседі. Қытай үкіметі тізімдегі адамдардың отбасына жақындарын не үшін ұстағанын және қазір қайда отырғанын түсіндіруі тиіс деді ұйымның Қытай бойынша зерттеушісі Майя Ван. Human Rights Watch Шинжаң тұрғындарын жаппай аңдуға мүмкіндік беретін ірі бағдарлама жайлы алғаш рет 2018 жылы ақпан айында хабарлаған. Бағдарлама биометрикалық деректің көмегімен жүріс-тұрысы күмәнді адамдарды белгілеп отырады. Ресми тұлғалар мәліметі сараптай отырып, адамдарды саяси тәрбиелеу лагеріне немесе өзге орындарға жіберіп отырған. 2019 жылы құрылғының жұмыс істеу механизмін зерттеген Human Rights Watch ешқандай заң бұзбаған адамдардың да оған іліну оңай екенін анықтады. Human Rights Watch мақалада 2018 жылғы құрастырылған Ақсу тізімінде пәленше деп белгіленген адамды мысалға келтіреді. Ол күмәнді елдермен байланыста болғаны үшін ұсталған. Құжаттағы мәліметке бойынша 2017 жылы оған шетелдік нөмірден 4 рет қоңырау шалынған. Онда телефон қоңырауларының неше минутқа созылғаны туралы да ақпарат бар. Human Rights Watch ұйымы ондағы көрсетілген шетелдік нөмір пәленшенің әпкесі екенін анықтаған. Ақсу тізімін зерттеген Human Rights Watch тізімдегі адамдардың басым бөлігі күнделікті заңға сай әрекеті үшін ұсталғанын атап өткен. Шинжаңда түрік тілді мұсылмандарды жаппай аңду және күшпен ұстау Қытай Конституциясы мен халықаралық адам құқығы жөніндегі құжаттарға қайшы. Қытай Конституциясының сәйкес кез келген адамды ұстау үшін сот пен прокуратура рұқсат керек делінген мақалада. Шинжаң аймағындағы лагерлер жайлы алғаш рет 2017 жылдың көктемінде айтыла бастаған. Біріккен ұлттар ұйымы Шинжаңдағы саяси тәрбиелеу орталықтарында миллионға жуық адам еркінен тыс қамауда отырғанын мәлімдеген. Қытай үкіметі басында бұл орталықтардың барын жоққа шығарып келді. Кейін Пекин Шинжаңдағы саясатын экстремизмге қарсы шара деп атап, адамдар еркінен тыс отырған лагерлерді тіл үйреніп, кәсіпке баулайтын орталықтар деп түсіндірді. Құқық қорғаушылар мен ондай лагерлерде болған азаматтар бұл орталықтардың білім беру мекемесінен гөрі түрмеге ұқсайтын, онда отырған адамдарға қысым жасалатындығы туралы айтылған. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп, бөлісіп пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.